Возраст у казахов в числах. Сүйікті әйелім, сүйіктім, барғым. Сүйікті әйелің, сүйіктің, барғың. Сүйікті әйеліңіз, сүйіктіңіз, барғыңыз. Сүйікті әйелі, сүйіктісі, барғысы. Сүйікті әйеліміз, сүйіктіміз, барғымыз. Сүйікті әйелдерің, сүйіктілерің, барғыларың. Сүйікті әйелдеріңіз, сүйіктілеріңіз, барғыларыңыз. Сүйікті әйелдері, сүйіктілері, барғылары. Глагол «хотеть» означает в казахском языке «келю». Если в русском языке глагол «хотеть» стоит в форме настоящего времени, например, «хочу», «хотим», «хочешь», «хотите», «хочет», «хотят», то в казахском языке все эти формы настоящего времени глагола «келю» будут звучать одинаково равноценно при помощи 4 служебных глаголов «жату», «туру», «отыру», «журу». Например, «келіп жатыр», «келіп тур», «келіп отыр», «келіп жур». Например, «я хочу идти», «менің барғым келіп жатыр», «менің барғым келіп тур», «менің барғым келіп отыр», «менің барғым келіп жур». Рассмотрим выражения на казахском языке, где меняются окончания только у глагола «идти». Менің барғым келіп жатыр. Я хочу идти. Біздің барғымыз келіп жатыр. Мы хотим идти. Сенің барғың келіп тұр. Ты хочешь идти. Сендердің барғыларың келіп тұр. Вы хотите идти. Сіздің барғыңыз келіп тұр. Вы хотите идти. Сіздердің барғыларыңыз келіп отыр. Вы хотите идти. Оның барғысы келіп жүр. Он хочет идти. Олардың барғылары келіп жүр. Они хотят идти. Отрицательная форма образования речевых выражений с глаголом «хотеть» в очевидно настоящем времени. Например, Менің барғым келмей жатыр. я не хочу идти. Біздің барғымыз келмей жатыр. Мы не хотим идти. Сенің барғың келмей тұр. Ты не хочешь идти. Сендердің барғыларың келмей тұр. Вы не хотите идти. Сіздің барғыңыз келмей тұр. Вы не хотите идти. Сіздердің барғыларыңыз келмей отыр. Вы не хотите идти. Оның барғысы келмей жүр. Он не хочет идти. Олардың барғылары келмей жүр. Они не хотят идти. Утвердительная форма образования речевых выражений с глаголом «хотеть» в переходном настоящем времени, который происходит обычно. Например, Менің барғым келеді. я хочу идти. Біздің барғымыз келеді. Мы хотим идти. Сенің барғың келеді. Ты хочешь идти. Сендердің барғыларың келеді. Вы хотите идти. Сіздің барғыңыз келеді. Вы хотите идти. Сіздердің барғыларыңыз келеді. Вы хотите идти. Оның барғысы келеді. Он хочет идти. Олардың барғылары келеді. Они хотят идти. Отрицательная форма образования речевых выражений с глаголом «хотеть» в переходном настоящем времени, действие которое происходит обычно. Например, Менің барғым келмейді. я не хочу идти. Біздің барғымыз келмейді. Мы не хотим идти. Сенің барғың келмейді. Ты не хочешь идти.
Сендердің барғыларың келмейді. Вы не хотите идти. Сіздің барғыңыз келмейді. Вы не хотите идти. Сіздердің барғыларыңыз келмейді. Вы не хотите идти. Оның барғысы келмейді. Он не хочет идти. Олардың барғылары келмейді. Они не хотят идти. Олардың барғылары келеді. Они хотят идти. Барғылары келеді. Хотят идти. Олардың барғылары келмейді. Они не хотят идти. Барғылары келмейді. Не хотят идти. Правописание суффиксов Г, Г, Қ, К у глаголов в настоящем времени зависят от того, какие буквы стоят перед ними. Например, санағысы келеді. хочет считать, Алғысы келеді. хочет брать, Жазғысы келеді. хочет писать, Жегісі келеді. хочет кушать, Бергісі келеді. хочет отдавать, Келгісі келеді. хочет прийти, Айтқысы келеді. хочет говорить, Сөйлескісі келеді. хочет поговорить. По учебнику выполните задание «Проверь себя», затем письменно выполните 8 заданий, домашнее задание, а также выучите новые казахские слова и выражения по теме «Священные числа у казахов».